Сәлем баршаңызға. Бүгін бізде өте жеңіл торт, ол молочная девочка, яғни сүтті қыз. Ешқандай торттың формасы қажет емес. Ең бастысы жақсы көңіл күй. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бізге алдымен 2 жұмыртқа қажет. Және тұз жақсы араластырамыз. Сгущенка 380 грамм. Алдын ала қопсытпамен араластырған ұн 200 грамм. Және 50 грамм сары май қажет. Қамыр өте сұйық емес, және өте қою да емес, осындай болып шығады. Ал енді формаға құю қажет. Ол үшін противенді сулап алдым, және оның үстіне пергаментный қағаз салдым. Себебі пергаментті қағаз ары-бері қозғалып кетпеу үшін астын сулап қойған ыңғайлырақ. Осының үстіне қамырды құямыз да формаға келтіреміз. Және өте жұқа болу қажет, себебі ол көтеріледі. «170 градуста печкаға алдын ала қыздырылған әрине 20 минутқа пісіріп аламыз. Негізгі крем ол басқаша әрине, бірақ мен үй жағдайындағы кремді қолдандым. Ол менде бары 400 грамм қаймақ және қант пудрасы. Торттың қамыры дайын, яғни коржықтары дайын. Жан жағын кесіп, тік төртбұрышқа келтірсеңіз болады. Жалпы кез келген формаға келтіруге болады, бірақ өте ыңғайлы тік төртбұрыш болады. Жалпы тортқа крем тезірек сіңу үшін шаңышқымен осылай тесіп шығарсаңыз болады, және кремді жағасыз. Ал торттың өзін безендіру әрине әркімнің өзінің фантазиясына қарай. Ең үстіңгі бетіне кокосовый стружки септім және құлпынайлармен
безендірдім. Өте жеңіл және тез пісетін торт, соның өзінде өте дәмді шығады. Міндетті түрде жасап көріңіз. Және менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.